Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Алмас Айтымов. Қазақша контент көп болсын. Бұл видео PSK-ны қолдану жайлы болады. PSK-ны қолдану арқылы оның жазықтығын қарап, жазықтықтан ауытқуын есептеу. Менде мынандай мысал бар. Бұл мысалды ашып қарайтын болсам, мынау менде теплообменник. Онда дейтін мынандай екі пластина бар, екі жағында орналасқан. Осының әрбіреуінің жазықтығын қарап, соның жазықтығынан ауытқуын есептеуіміз керек. Және де оның арасында қосылған мынандай направляющий трубалар бар. Соның отметкаларын шығарып, разницаларын есептеу керек. Ал кеттік, бастаймыз. Менде мынандай тахеометрический съемка бар. Оны 3D-ға бұрып қарайтын болсам, осылай орналасатын болады. Мынау бірінші пластина, мынау екінші пластина, арасындағы труба. Бірінші біздің қадам бұл съемкадағы точкаларды бәрін слойларға бөліп алу. Артық слойларды өшірем. Отметка бізге керек емес, точкалар болса болады. Бірінші пластинаны белгілеп, оны слойға саламын. Так, бастамаға екі слой ашып алайын бірінші. PL1, фиолетовый, PL2, зеленый. Так, мынау бізде бірінші пластина болады. Екінші пластинаны дәл осылай бөлем. Так, пластина 2. Енді арасындағы трубаны да слойға салып жүру керек тоже. Оған тағы да жеке слой ашам. Сары цвет слойды қосайын. Оның бәрін осы слойға салам. Келесі қадам біздің PSK-ның бастапқы нүктелерін анықтауымыз керек. Мына жерде система координат MSK-да тұрып, бірінші слойды таңдап аламын. 3D полилинияны ашып, мына жерде бірінші пластинаның PSK-ның бастапқы нүктелерін анықтайтын боламын. Мына жерден оңға кетеді, бұлай жоғары қарай кетеді. Бұлай бұрып қарап алайық. Келіп тұр. Енді келесі пластинаның PSK-сының бастапқы нүктесі бұлай кететін болады. Бұны мына слойға салып жүрейін, екінші сынқын. Слойларға бөліп алдық. Келесі қадам біз PSK-ны жасаймыз. Ол үшін мына жерде видовой кубқа новая PSK деп басамыз да. Мына бастапқы нүктелерді таңдаймыз. Мына жерде мына линиялар 3D полилиниямен сызылу керек. Міндетті түрде. Енді бірінші пластинаның PSK-сының бастапқы нүктелері осылай кететін болады. Мына жерде 0 болады. Бұлай оңға қарай и жоғары қарай. Ол біздің PSK-мыз ауысты. Бұл PSK-ны сақтап алайын. PL1 деп қояйын. Дәл осылай екінші PSK-ны жасайтын боламын. Оңға қарай и жоғары қарай. X, Y.
Бұл бізде PL2 болады. PL2. Енді келесі қадам әрбір прескада жеке-жеке жұмыс жасаймыз. Енді мынаның жазықтығын анықтап, соның ауытқуларын есептеу үшін мына жерде біздер артық сойларды өшіріп алайық бастапқыда, бастамастан бұрын. Так, сверху. Біз жаңағы вертикальный жатқан жазықтығымызды былай горизонтальный қылып жерге жатқызып алдық. Енді осы жерге точкаларының отметкасын қоямыз. Экстратуста вставить высоту. Рамка, точка. Белгілеймін точкаларымды. Белгілегеннен высота тексті 002. Өтірденген 3 сан. Енді мына жерде қараңыздар, мына тексттер менің МСК система координатасы бойынша орналасып кетті. Мына жерде қосымша тоқталып айтқым келеді. Біздер мына система координатқа байланысты МСК-да тұрса, мысалға МСК-да тұрса, мына текстін былай түсіп кетті. Вообще негізі текст болсын, любой объект болсын, ол бізде X, Y жазықтығы бойынша орналасады. Оны біз бұрған кезде, мысалы, байқауға болады. Бұрған кезде бұл X, Y жазықтығы бойынша орналасады. Енді бұны біз жаңағы бірінші плоскость жазықтығында өзімізге, бетімізге қаратып бұрып алуымыз керек. Ол үшін точка мен тексттерін таңдаймын. 3D полилиния алып тастаймын выделениеден. Мына жерде экстра тулста 3D поворот деген бар. 3D поворот точек, 3D поворот однострочного текста. Осы екі командасы керек болады. Рамкой. Мен текст точкаларым маған қарай бұрылды. Енді келесі тексттарды дәл осылай бұрамын. Рамкой текст. Тексттерім маған қарап орналасты. Мына жерде менің отметкаларым дұрыс түспей қалған екен. Егерде точканы таңдап қарайтын болса, мына жерде менде отметка 0028 дейді. Мынау өзінің ескі система координат бойынша түскен. Оны дұрыс түсіру үшін бұны өшіріп тастауымыз керек те, желательно жаңа чертежға көшіріп салуымыз керек. Так как бұл жерде экстра тулс, ол МСК мен ғана жұмыс жасайды. Жаңа чертеж ашып, мына точкаларымды біз базовый точкай көшіріп алам, 0-0 деп алып, біздің мына чертежға қоямын. Мен точкаларым түсті. Енді осы жерге экстра тулстағы вставить высоту командасын қолдансақ болады. Рамкой, точек, объекттер таңдаймын. Высота текста 002 қалса болады. Өтірденген 3 сан. Менің ауытқуларым уже мына жерде есептеліп, уже түсіп тұр. Точкаларым үлкен болып кетті. Оны кішірейту үшін главный вкладкасында утилитиден отображение точек кіремін. Осы жерден ауыстырып алсам болады. 001 даже. Дәл келеді. Мына жерде бізде ауытқулар метрмен көрсетілген. Бұны миллиметрге аудару үшін экстра тулстың көмегіне тағы да жүгінемін. Бұл жерде арифметические операции деген бар. Сонымен таңдап, рамкай таңдап аламды бүкіл тексттерімді. Бұның бәрін 1000-ға көбейтем. Өтірден кейін ешқандай сан болмайды. Егерде плюс деген знак болса, соған галочка қоям обязательно. Окей. Болды, мына жерде менің ауытқуларым дайын. Біз сонда мына жерде базовый точка қып, мына 3 точканы алып алдық. 3 жерден
и относительно осы точкада мына ауытқулардың бәрі есептеліп тұр. Сонда мынау қазір плюс шығып тұрса, бұл бізге қарай, өзімізге қарай, бері қарай шығып тұр деген сөз. Соответственно, минус болса, ары қарай кетіп тұр деген сөз. Енді бұл точкаларымның значенияларын көшіріп, ең бастапқы чертежіме сала салсам болады. Бұл жерде көшіргенде де қараңыздар, MSK-да тұр. Обязательно Ctrl-Shift-C с базовой точкой көшірем. Мына жерде бірінші файл бізде. Осы жерге вставить точка вставки 0,0. Екінші пластинаның плоскостьін дәл жаңағыдай қарайтын боламыз. Ол үшін мына жерде файл 2-ге өтуді ұмытпайық. Өткеннен кейін осы слойдағы объекттерді таңдап алам, полилиниямен точкаларымды көшіріп алам. Выбрать подобный деп алып, копировать с базовой точкой. Әзі жаңа чертежға салам. 0,0. Екінші жазықтығым түсті. Мына жерде точкалар менің жоғары қарап тұр. Енді оны маған өзіме қарай бұрып алу үшін 3D поворотпен қолданам. Экстратулстың ішіндегі рамкой точканы белгілеймін де. Окей. Точкаларым бері қарады. Келесі бұған отметкаларды салатын болам. Тағы да рамкой точек выбор 001 высота текста и өтірден 3 сан. Міне уже мен отклоненияларым уже мына жерде дайын шыға келеді тағы да. И арифметические операции бәрін таңдайым. 1000-ға көбейтем, 0 галочка. Окей. Болды, мына жерде мен отклоненияларым бәрі дайын тұр. Бұл жерде біз тек отклоненияларды ғана көшіріп алайын. Выбрать подобный деп. И мына жерге вставить копировать с базовой точкой, надо вставить 0,0. Отклоненияларым уже есептеліп шығарылды. Отклоненияларым бәрі уже дайын тұр. Бұл жерден біраз тексттің оформлениясын жасап жүрейін. Тез ғана 0,025. Екі плоскості отклоненияларын есептеп шығарып қойдым. Енді арасындағы трубаның отметкасын шығару ғана қалды. Оны есептеу үшін просто MSK-ға өтіп істей салуға болады. Бұл слойды жеке қалдырайын. Экстратулсқа өтіп, ставить координаты, отметка Z, рамкой точек объекты. Размер текста 0,01. Өтірден 3 сан. Отметкаларым түсті. Бұл жерде енді бұның бастапқысын 0 ретінде қойып, қалғандарын содан разницасын көрсету үшін осы базовый точкадан тағы арифметический операция қолданамыз. Рамкой 20-560 мына жерде. Окей. 20-560 0-ға келтіру үшін плюс 20-560 деп қоям. Өтірден 3 сан галочка керек емес. Одан кейін оны 1000-ға көбейтемін. Өтірден кейін 0, ешқандай знак керек емес, и галочка. Окей. Болды, мына бізде базовый точка, осымен салыстырып, мыналардың отметкасы қалай жатқанын есептелінеді. Дәл осылай екінші турбаға да есептеп жүрем. Рамкой белгілеп алам. 22-367. 22-367. Қостым, 1000-ға көбейттім. Окей.
Болды, менікі отметкаларым дайын бұл жерде де. Енді бүкіл слойларды шығарып, оформленияға көшейін, кішігірім. Енді бізде жақсы көріну үшін мына жерде былай бір вид таңдап аламызды. Осы видқа байланысты тағы да үшінші PSK-ны шығарамыз. Ол үшін мына жерде координаты дегенде вид вкладкасының ішінде координаты бар. И мына жерде мынандай кнопка бар. Текущий вид деген. Осыны бассақ, осы біз қалай қарап тұрмыз, соған байланысты тағы да бір система координат шығатын болады. Оны сразу сақтап алу керек, айтпаса кетіп қалады. Таба алмай қаламыз. Там для отчета. Установить, окей. Енді біздің мына жердегі отметкаларымызды, точкаларымыз қала берсін. Но бірақ отклоненияларымыздың бәрі бері қарап тұрсын десек, тоже экстра толспен бөле қоямын. 3D поворот, однострочный текст рамкой. Оның бәрі бөлінді. Оформлениясын тағы бір істеп жіберейін. Высота текста 0,3 болса қалай болады екен? Высота текста 0,03. Бұл біздің екі жазықтығымыз дайын. Мынанда отчеты дайын болды.